Сәлеметсіңдер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз алгебралық бөлшектерді көбейту, бөлу, дәрежеге шығару тақырыбына байланысты b және c деңгейінің есептерін барлығын шығарып талдайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, комментарий, лайк қалдырып кетіңіздер. 40-та 10-шы есеп, бірінші есеп. А квадрат азайтылған 1 бөлінген а минус b көбейтілген 7а минус 7b бөлінген а квадрат плюс а бөлінген а минус 1 бөлінген а. Осы өрнекті біз өрнегінің мәні айнымалының мүмкін мәндерінде тәуелді болмайтынын дәлелдеңдер деді. Яғни біз осы өрнегімізді барынша қысқартуымыз керек. Сол кезде бізде тек қана бір сан шығу керек. Соны біз дәлелдеуіміз керек. Сонда мына жақта бірінші бөлшекте біз а квадрат минус 1-ді а минус 1 көбейтілген а плюс 1 формуласына салып жазамыз. Бөлінген а минус 1-ні көшіп жазамыз. Көбейтілген 7 азайтылған 7b-ді біз 7-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде а минус b қалады. А квадрат плюс а-да ортақ көбейткіш бізде а, соны а-ны жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішінде а плюс 1 қалады. Мына жақта бөлуді біз көбейту амалына айналдырып жібереміз да, бөлімін алымына апарамыз, алымын бөліміне керісінше апарамыз. Сонда а бөлінген а минус 1 қалады. Енді осы жақтан бастап біз барынша қысқартамыз. А минус b мен а минус b қысқарады. А мен а қысқарады. А минус 1 мен а минус 1 қысқарады. А плюс 1 мен а плюс 1 қысқарады. Сонда жауабы тек қана 7 қалады. Яғни есептің жауабы 7 екен. Үшінші есеп дәл осылай. Y минус 5-тің квадраты бөлінген 2y плюс 12 көбейтілген y квадрат минус 36, 2y минус 10 көбейтілген 2 бөлінген y минус 5 көбейтілген y плюс 6. Бұл жақта да біз барынша көбейтіп бөлуге тырысамыз. Сонда мына жақта y квадрат минус 36-да мен y минус 6, y плюс 6 деп бөліп жазып алдым. 2y плюс 12-де 2-ні жақшаның сыртына шығарып y плюс 6 деп жаздым. Басқа ештеңкені түрлендірген жоқпын. Бізде барлығы көбейту болып тұрғандықтан, яғни ештеңке орындары ауыспайды. Y минус 5 пен y минус 5 қысқарады. Y минус 5-тің біреуі қысқарып кетті да, мына аяқтағы біреуі мынаумен қысқарып кетеді. Сонда y минус 6 мен y минус 6 қысқарады. Y плюс 6 мен y плюс 6 қысқарады. Y плюс 6 мен y плюс 6 қысқарады, Сонда есептің жауабы 2 мен 2 қысқарып, есептің жауабы 1 қалады екен. 11-ші есеп амалдарды орындандар дейді. Бұл жақта да біз барынша көбейтіп, бөліп, бір-біріне дәрежесін төмендету арқылы есебімізді шығаруымыз керек. Бірінші mx квадрат минус my квадрат бөлінген 2m плюс 8 көбейтілген 3m қосылған 12 my плюс mx бөлінген x минус y-тен. Мына жақта мен алдымен m-ді жақшаның сыртына шығарып алдым. Сонда жақшаның ішінде x квадрат минус y квадрат қалды. Ал x квадрат минус y квадрат ол x минус y көбейтілген x плюс y формуласына өрнектеледі. 2m қосылған 8-де 2-ні жақшаның сыртына шығарып алдым, m қосылған 4 қалды. Мына жақта 3m қосылған 12-де 3-ті жақшаның сыртына шығарып алдым, жақшаның ішінде m қосылған 4 қалды. Мына жақта mx-ті m-ді жақшаның сыртына шығардым, жақшаның ішінде y қосылған x қалды. Бөлуді көбейтуге айналдырып жібердім. x минус y бұл бөлшектің бөліміне барады. Бөлшектің алымы 1 болады. Сонда x минус y пен x минус y қысқарды, m плюс 4 пен m плюс 4 қысқарды, x плюс y пен x плюс y қысқарды. Сонда есеп m мен m қысқарып кетті. Сонда есептің жауабы 3 бөлінген 2 немесе 1,5 деп жазсақ та болады. Келесі үшіншісі ax қосылған ay бөлінген x квадрат минус 2xy қосылған y квадрат көбейтілген x квадрат минус xy бөлінген 7x қосылған 7y бөлінген ax. Бұл жақта да мына жақта бірінші бөлшекте а-ны жақшаның сыртына шығарып аламыз, жақшаның ішінде x қосылған y қалады. X квадрат минус 2xy қосылған y квадрат ол x минус y-тің квадратының формуласы. X квадрат азайтылған xy-ді ортақ көбейткіш x, сондықтан оны жақшаның сыртына шығарып аламын. Жақшаның ішінде x минус y қалды. 7x қосылған 7y-ді 7-ні жақшаның сыртына шығарып аламын, жақшаның ішінде x қосылған y қалды. Бөлінген ax-ті көбейтілген 1 бөлінген ax деп жазамыз. Сонда x қосылған y қысқарады. x минус y-тің біреуі x минус y-пен қысқарады. Мына жақтағы x пен x қысқарады, а мен а қысқарып кетеді. Сонда алымында тек қана 1 қалды, бөлімінде 7 көбейтілген x минус y қалды.
Бесіншісі x куб минус y куб бөлінген x қосылған y көбейтілген x квадрат минус y квадрат, x квадрат қосылған xy қосылған y квадрат бөлінген x минус y. Алдыңғы есепке ұқсайды. Бірақ нақты x куб минус y куб ол бізде a куб минус b кубтың формуласы, яғни соған саламыз. x минус y көбейтілген x квадрат қосылған xy қосылған y квадрат, xy орнында қалады. x квадрат минус y квадрат, x минус y, x плюс y-тің формуласы. Ал мынау бізде осы екі өрнектің кубтарының айырмасының екінші бөлігі, сонда оны көшіріп жазамыз. Мына бөлуді көбейтуге айналдырып x минус y-ті бөліміне жібереміз. Сонда x квадрат xy, y квадрат, x квадрат xy, y квадрат қысқарып кетеді полностью. x минус y пен x минус y қысқарып кетеді. x плюс y пен x плюс y қысқарып кетеді. Сонда есептің жауабы x минус y қалып тұр. 40-та 12-ші есеп. n квадрат минус 10, n қосылған 25, 3a қосылған 12 көбейтілген a квадрат минус 16, 2n минус 10. Бұл жақта да өрнегін ықшамдаңыздар деп тұр, сондықтан ықшамдап жазайық. n квадрат минус 10, n қосылған 25, ол n минус 5-тің квадратының формуласы. a квадрат минус 16, ол a минус 4 көбейтілген a плюс 4. 3a қосылған 12-де орта көбейткіш 3, оны жақшаның сыртына шығарамыз. a қосылған 4 қалады. 2n минус 10-да 2 ортақ көбейткіш, оны жақшаның сыртына шығарсақ, n минус 5 қалады. Сонда n минус 5 пен n минус 5-тің біреуі қысқарып кетеді. a плюс 4 пен a плюс 4 қысқарады. Сонда есептің жауабы n минус 5-тің біреуі. n минус 5-тің біреуі a минус 4 бөлінген 3 қалады екен. 40-та 12 үшінші есеп. Үшінші есеп 4 минус a квадрат, 4a қосылған 8 көбейтілген a квадрат плюс 4a қосылған 4b квадрат бөлінген 3 минус 3a. Бұл есепте мен кішкене қате көріп тұрмын, бірақ та енді қалай бар солай шығаруға көрейік. Бірақ та мына жақта 3-тің орнына 6 болғанда есеп идеально шығушы еді. Енді 4 минус a квадратты 2 минус a и 2 плюс a деп өрнектеп жазып аламыз. 4a қосылған 8b-дағы 4-ті жақшаның сыртына шығарып, a қосылған 2b-ны қалдырамыз. Мына жақта a квадрат қосылған 4ab қосылған 4b квадрат, ол a қосылған 2b-ның квадратының формуласы. Мына жақта 3 минус 3a-да 3-ті жақшаның сыртына шығарамыз, сонда жақшаның ішінде 1 минус a қалады. Егер мына жақта 6 болғанда, оқушылар, 6 болғанда біз 3-ті шығарған кезде 2 минус a қалушы еді. Онда нөмір қысқарып кетуші еді. Бірақ бізде олай емес. Сонда a қосылған 2b мен a қосылған 2b-ның біреуі қысқарады. Басқа ештеңке қысқармайды. Сонда 2 минус a көбейтілген 2 плюс a көбейтілген еще көбейтілген a плюс 2b қалып тұр. 4-ке 3-ті көбейтсек 12 и 1 минус a болып тұр. Көрдіңіздер ме? Есептің жауабы осылай қалады. Сондықтан есеп кішкене қате сияқты мен ойымша. Ары қарай 40-та 13, 40-та 14, 40-та 15-ші есептердің барлығы екі есептен ғана, сондықтан мен сіздерге біреуін ғана шығарып көрсетемін әрқайсынан. 40-та 13-та мысалы сіздерде екіншісін шығарып көрейік. Егер деді a 2,6, b минус 1,2 болса, онда 3a минус 6b бөлінген 2a квадрат минус 8b квадрат бөлінген a минус b өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Ең алдымен біз не істейміз? Ең алдымен есебімізді шығарып алайық, бөлшектерімізді қысқартып алайық, сосын мына екі санды орнында қоя саламыз. Сонда бірінші бөлшегімізді әдеттегідей тиіспейміз, бірақ та 3-ті жақшаның сыртына шығарайық. 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ, ішінде a минус 2b қалады. Екінші бөлшегімізді міндетті түрде орнын ауыстырамыз. Мынаны бөлуді көбейтуге ауыстырып, сонда көбейту болады. a минус 2b-ны бөлшектің алымына жібереміз. 2a квадрат минус 8b квадратты бөлшектің бөліміне жібереміз. Бірақ мен мына жерде 2-ні жақшаның сыртына шығарып алдым да. Мына жаққа көрсете салайын. 2-ні жақшаның сыртына шығарып алдым да, жақшаның ішінде a квадрат азайтылған 4b квадрат болды. Ал ол бізде a минус 2b көбейтілген a плюс 2b-ның формуласы. Сонда осылай өрнектеліп жазылады. Енді a минус 2b мен a минус 2b қысқарып кетеді. Сонда не қалды? 3 бөлінген 2 бөлшектің бөлімінде a минус 2b
бөлімінде а қосылған 2b қалды. Енді орнына сандарын қоя саламыз. Сонда 3, 2,6 минус 2 көбейтілген минус 1,2 бөлінген 2, 2,6 қосылған 2 көбейтілген минус 1,2. Сонда бөлшектің алымында 3 пен 5 шығады. 3 көбейтілген 5 бөлімінде 0,4 шығады. Сонда есептің жауабы 37,5. 40-та 14 айнымалының кез келген мүмкін мәндерінде берілген өрнектің мәні бүтін сан болатынын дәлелдеңдер дейді. Бұл жақта бірінші есепті шығарайық. А квадрат қосылған 4а қосылған 4 бөлінген 16 минус b-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 минус а квадрат 4 қосылған b квадрат көбейтілген 2 минус а көбейтілген 4 минус b квадрат қосылған а қосылған 2. Так, бұл жақта а квадрат қосылған 4а қосылған 4, ол бізде а плюс 2-ның квадраты. 16 минус b-ның 4 дәрежесі, ол 4 минус b квадрат көбейтілген 4 плюс b квадрат. Мына жақта бөлу көбейтуге айналып кетеді. 4 қосылған b квадрат бөлшектің алымына кетеді. 4 минус а квадрат бөлшектің бөліміне барады. Бірақ та 4 минус а квадрат ол бізде 2 минус а көбейтілген 2 плюс а қылып өрнектеледі. Мынаны дәл осылай көшіріп жазамыз. Үшінші бөлшекті өзгертпей ешқандай. Енді қысқартып жүрейік. 4 минус b квадрат пен мына жақта 4 минус b квадрат қысқарады. А қосылған 2-ның квадраты мен а қосылған 2-ның біреуі қысқарып кетті. Сосын а қосылған 2-ның екіншісі қысқарып кетті. Барлығы қысқарып кетті. 4 қосылған b квадрат пен 4 қосылған b квадрат қысқарып кетті. 2 минус а мен 2 минус а қысқарып кетті. Сонда есептің жауабының барлығында 1 екен. Яғни есебімізде айнымалы шықпайтынын дәлелдедік. Келесі 40-та 15-ші есеп өрнекті ықшамдандар дейді. Так, бұл жақта мен екіншісін шығарғым келіп тұр. аб минус 2b бөлінген а квадрат қосылған 8а қосылған 16 көбейтілген а квадрат минус 16 бөлінген 2а минус а квадрат бөлінген а минус 4 бөлінген 4b. Енді бұл жақта да, яғни ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз, бөлуді көбейтуге айналдырамыз, қысқартамыз, көреміз не шығатынын. Мына жақта аб мен 2b-да ортақ көбейткіш бізде b бар. Бұны жақшаның сыртына шығарсақ, ішінде а минус 2 қалады. А квадрат қосылған 8а қосылған 16-да ортақ формула бұл а қосылған 4-тің квадратын формуласы көбейтілген а квадрат минус 16 ол а минус 4 көбейтілген а плюс 4. 2а минус а квадратта а жақшаның сыртына шығады. Сонда 2 минус а қалады. Көбейтілген 4b бөлінген а минус 4. Енді қысқартап. А минус 2 мен а минус 2 қысқарады. Бірақ та мына жақта минустан басын алдына шығарып жібереміз. А плюс 4-тің біреуімен а плюс 4 қысқарады. Так, тағы не қысқарады? А минус 4 пен а минус 4 қысқарады. Сонда минус қалды. 4b-ның квадраты бөлінген а плюс 4-тің біреуі қалып кетті. Деді, бұл жақта мен біріншісін шығарайын. А квадрат қосылған ax қосылған x квадрат бөлінген x минус 1 бөлінген а куб минус x куб бөлінген x квадрат минус 1 тең болу керек x қосылған 1 бөлінген а минус x. Ең алдымен бірінші бөлшегіміз теспейміз, екінші бөлшегімізді айналдырып аламыз, бөлуді көбейтуге. Мынаны а куб x кубты бөліміне x квадрат минус 1-ді алымына. Сонда не қалды? А квадрат қосылған ax x квадрат бөлінген x минус 1 көбейтілген x квадрат минус 1 ол x минус 1 x плюс 1. А куб азайтылған x куб ол а минус x көбейтілген а квадрат қосылған ax қосылған x квадрат қалып өрнектеледі. Сонда осы мен осы қысқарып кетеді. X минус 1 мен X минус 1 қысқарып кетеді. Сонда есептің жауабы X плюс 1 бөлінген A минус X қалады. Яғни мынау шыққанымен дұрыс екен. Яғни есеп дұрыс тепе-теңдік дәлел. 40-та 17-ші есеп c квадрат минус 1 c куб қосылған 1 бөлінген c минус 1 бөлінген c квадрат минус c қосылған 1. Бұл жақта өрнегінің мәні c айнымалысының мүмкін мәніне тәуелді болмайтын дәлелдеңдер. Яғни, опять же, сан шығатынын дәлелдеуіміз керек. Енді жазайық. c квадрат минус 1-ді c минус 1 c плюс 1 деп, c куб қосылған 1-ді c қосылған 1, жақшаның ішінде c квадрат минус c қосылған 1 болады. Мына жақта c квадрат минус c қосылған 1 бөлшектің алымына кетеді, c минус 1 бөлшектің бөліміне кетеді. Сонда c плюс 1 мен c плюс 1 қысқарады, c минус 1 мен c минус 1 қысқарады, c квадрат минус c қосылған 1 мен мынау қысқарып кетеді. Сонда есептің жауабы 1 болып тұр. Мына жақта жаңа білімді меңгеруге дайындалыңдар деген 40-та 18 және 40-та 19 есепті шығара саламын.
бірақ бұл қосымша есеп сияқты ғой сіздерге. Соны шығара салайық. 40-18 біріншісін шығарайық. А минус 0,4-нің квадраты минус А плюс 0,4-нің квадраты қосылған 2,168. Бұл жақта А минус 0,4 пен А плюс 0,4-нің квадраттарын қысқаша көбейту формуласына салып, жақшамызды ашып жіберейік. Сонда А квадрат минус 2А көбейтілген 0,4 қосылған 0,4-нің квадраты минус жақшаның ішінде А квадрат қосылған 2 көбейтілген 0,4 көбейтілген А қосылған 0,4-нің квадраты жақша жабылады, қосылған 2,168. Енді мына жақшаны ашайық, таңбасын, алдындағы таңбасын ескеріп. Сонда алдындағы таңбасы минус болса, жақшаның ішіндегі барлық өрнектердің таңбалары да ауысып кетеді. Сонда А квадрат минус 2-ге 0,4, 0,8А қосылған 0,4-нің квадраты минус А квадрат минус 0,8А минус 0,4-нің квадраты қосылған 2,168. А квадрат пен А квадрат қысқарады, 0,4 квадрат пен 0,4 квадрат қысқарады. Жаңағы сандары барлығы бірдей, бірақ та таңбалары әртүрлі, өрнектер бізде міндетті түрде қысқарады. Сонда 0,8А мен 0,8А екеулерінде таңбасы минус болғандықтан, екеуі бізде керісінше қосылып, бірақ таңбасы минус болады. Сонда минус 1,6А минус 1,6А, анау 2,168 алдында қалып қалады. 40-19 есепте қосымша есеп қой, сіздерде өрнектердің мәндерін салыстырыңдар дейді. Оны в принципе өздеріңіз де шығара аласыздар, бірақ мен біреуін шығарып көрсетейін, біріншісін шығарып көрсетейін. Бұл жақта 5-тен 2-нің квадраты көбейтілген 4-тен 5. 5-тен 2-нің квадраты ол бізде 25-тен 4 болады, көбейтілген 5-тен 4-тен 5. Сонда 25 пен 5 қысқарады 5 болады, 4 пен 4 қысқалады, 5-тен 1 қалады бірінші есепте. Екіншісінде 4-тен 5 көбейтілген 5-тен 3-тің квадраты тең болады, 4-тен 5 көбейтілген 3-тің квадраты 9, 5-тің квадраты 25. 5 пен 25 қысқарады, мына жақта 5 қалады. 5-ке 4 көбейтіледі 20, 9 сонда 9-дан 20 есептің жауабы болады. Мына жақта бізде 5-тен 1 ол 0,2, 9-дан 20, 9 бөлінген 20 0,145. Сонда 0,2 және 0,145 болса, ол әрине 0,145 үлкен. Яғни өрнектің мәндерін салыстырдық. Ал оқушылар, осымен есептердің барлығы аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Шықпай қалған есептерді осы есептерге қарап өздеріңіз шығарыңыздар, түсінбей жатырсаңыздар комментарийға қалдырып қойыңыздар. Сіздерге міндетті түрде көмектесуге тырысамын.